Сәлеметсіздер ме оқушылар, біз бүгін 8-ші сынып геометрия пәнінен бұжыбы тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші нұсқа берілгені А-ның ұзындығы 10-ға тең, ал А-ның координатасы -4 1-ге, ал В-ның координатасы x -9-ға тең болса, осы жерде бізде x-тің мәнін табуымыз керек. Ол үшін формуланы пайдаланамыз. А-ның квадраты тең x2 азайту x1-дің квадраты қосу y2 азайту y1-дің квадраты. Бұл жерде бізде барлығының мәні бар, тек x2 жоқ. x2 бізде x-ға тең, ал А-в деген бізде 10-ға тең, демек барлығын орнына қойып шығамыз. 10-ның квадраты тең x -4-дің квадраты қосу -9 -1-дің квадраты. Енді осы жерде бізде 10-ның квадраты 100-ге тең, мына жерде 2 минус плюс болып кетеді, x қосу 4-дің квадраты болады. Қосу, мына жерде -9 -1 -10 болады да. -10-ның квадраты бізде 100-ге тең. Мына жерде 1000 деп қателесіп жазып кеттім, 100-ге тең. Енді мына жерде 100-ді келесі бетке өткізсек, ол минус болып өтеді. Сонда 100 азайту 100 0-ге тең, 100 азайту 100 0. Сонда теңдіктің бір бетінде 0 қалады, ал бір бетінде x қосу 4-дің квадраты қалады. Енді x қосу 4-дің квадраты бізге қысқаша көбейту формуласын беріп тұр. Бұны қысқаша көбейту формуласымен ашатын болсақ, x-тің квадраты қосу 8x қосу 16 тең 0-ге деген теңдеу шығады екен, квадрат теңдеу. Енді біз осы квадрат теңдеуде А, В, С-ның мәндерін жазып алайық. А 1-ге тең, В 8-ге тең, ал С 16-ға тең болады. Енді дискриминантты табатын болсақ, формула бойынша 8-дің квадраты азайту 4 көбейту 1 көбейту 16 тең болады. 8-дің квадраты 64-ге тең, азайту мына үшеуін көбейтсек 64 шығады. Яғни 64 азайту 64 бізге 0-ге тең. Яғни 0-ге тең болатын болса дискриминант. Мына теңдеудің бір ғана түбірі бар деген сөз, демек x қана бар. Сонда формула бойынша x тең минус v бөлінген 2a тең, барлығын орнына қоятын болсақ, -8 бөлінген 2 көбейту 1. Осы жерде -8 бөлінген 2 бізде тең болады -4-ге. Яғни x-тің мәні -4-ге тең екен. Осымен бірінші есебіміз аяқталды. Келесі бізде екінші есеп. Екінші есепте АВ диаметр делінген. А-ның координаталары 1, 0, ал В-ның координаталары -2 және 4. Енді бізде шеңбердің теңдеуі x минус А-ның квадраты қосу y минус В-ның квадраты тең r-дің квадратынан. Бұл жерде А және В деген ол шеңбердің центрі, яғни о нүктесі АВ деген координаталар. Біз бірінші А-ны тауып алу үшін x1 қосу x2-ні қосып 2-ге бөлеміз, яғни орнына қояйық. x1 дегеніміз 1-ге, ал x2 деген -2-ге тең. Сонда 1 қосу -2 бөлінген 2. Мына жерде 1 қосу -2 -1 болады. -1-ді 2-ге бөлсек -0,5 шығады. Ал енді v-ны тауып алатын болсақ, ол y1 қосу y2 бөлінген 2-ге тең. Яғни 0 қосу 4 бөлінген 2 тең болады 2-ге. Біз о нүктесінің координаталарын тауып алдық, яғни центрін тауып алдық. -0,5 және 2 деген нүкте екен. Келесі радиусты табуымыз керек. Радиус деген бізде диаметрді 2-ге бөлгенге тең, яғни АВ-ны бөлеміз 2-ге. Сол үшін бірінші АВ-ны тауып алайық. АВ бізде формула бойынша түбір асты x2 минус x1-дің квадраты қосу y2 минус y1-дің квадратына тең. Тең, бұл жерде біздің барлығының мәні бар. x1, x2 барлығы бар. Сол үшін орнына қояйық бірден. Түбір асты -2 минус 1-дің квадраты қосу 4 минус 0-дің квадраты. Мына жерде -2 минус 1 -3 болады, оның квадраты 9-ға тең, ал жерде 4 минус 0 4 болады, оның квадраты 16-ға тең, яғни 9 қосу 16 25-ге тең. Ал ол түбір астынан 5 болып шығады. Сонда АВ 5-ге тең болса, радиус 5 бөлінген 2-ге, яғни 2,5-ге тең болады екен. Енді бізде шеңбердің теңдеуінің формуласы бойынша орнына қоямыз барлығын. x плюс 0,5-дің квадраты қосу y минус 2-ның квадраты тең 2,5-дің квадратына, немесе ол 2,5-дің квадратына 6,125 деп жазып қойсақ та болады. Сонда жауабы, сонда шеңбердің теңдеуі x плюс 0,5-дің квадраты қосу y минус 2-ның квадраты тең 6,125 болады екен. Осымен екінші есеп аяқталды. Келесі бізде үшінші есеп. Үшінші есепте бізде А, В, С нүктелерінің координаталары берілген. А нүктесінің координатасы -3 түбір асты 3, 0.
В нүктесінің координатасы 0 мен 9, ал с-нікі 3 түбірасты 3 және 0 нүктелері. Енді бізге табу керек бірінші авысы үшбұрышының түрін анықтау керек. Екіншісі ВК медиана болса, К нүктесінің координаталарын табуымыз керек. Ал үшінші осы авысы үшбұрышының ауданын табуымыз керек. Енді бірінші А тапсырмасын орындайтын болсақ, бізде АВ-ның ұзындығын таба аламыз. Формула бойынша ол x2 минус x1-дің квадраты қосу y2 минус y1-дің квадраты болады. Осының барлығы түбір астында. Енді бұл жерде барлығын орнына қоятын болсақ, АВ тең болады 0 қосу 3 түбір асты 3-дің квадраты қосу 9 азайту 0-дің квадраты тең болады. Бұл жерде түбір асты 108 шығады. Яғни түбір асты 108-ді 36 көбейту 3 деп жазсақ болады. Одан 36 түбір астынан шығады да 6 түбір асты 3 шығады. Келесі біз келесі қабырғасын тауып алайық. Келесі қабырғасының ұзындығын. Бізде 3 бұрыш қой. Бірінші АВ қабырғасының ұзындығы 6 түбір асты 3 шықты. Келесі ВС қабырғасының ұзындығын да есептейтін болсақ, түбір асты 108, яғни 6 түбір асты 3 шықты. Келесі дәл солай АС қабырғасының да ұзындығын есептейтін болсақ, бізде 6 түбір асты 3 шығады екен. Сонда қарайтын болсақ, барлық қабырғаларының ұзындықтары бірдей, яғни АВ, ВС, АС үшеуі бір-біріне тең, яғни бізде қандай үшбұрыш болады? Тең қабырғалы үшбұрыш болады екен. Біз А тапсырмасын орындадық. Келесі В тапсырмасы. В тапсырмасы бойынша К нүктесінің координаталарын табамыз. Ол үшін бірінші x-тің қандай мән екенін тауып алайық. x1 қосу x2 бөлінген 2. Бұл жерде А және С нүктелерін пайдаланамыз. Неге? Себебі асы қабырғасына түсіп тұр ғой. ВК деген медиана асы қабырғасына түсіп тұр. Сол үшін осы асы деген нүктелерді пайдаланамыз. Осылардың координаталарын пайдаланып жатырмыз. Минус 3 түбір асты 3 қосу 3 түбір асты 3 бөлінген 2. Мына жер екеуі бірдей, біреуінің алдында плюс, біреуінің алдында минус, яғни 0 болып кетеді, иә. Ал келесісі y 0 қосу 0 бөлінген 2, бұл да 0 болады. Сонда К нүктесінің координатасы бізде 0 болғанда 0 болады екен. Келесі С тапсырмасында авысы үшбұрышының ауданын табуымыз керек. Ол бізде формула бойынша тең қабырғалы үшбұрыштың ауданы А квадрат түбір асты 3 бөлінген 4-ке тең. Яғни бір қабырғасының ұзындығы, иә. Бір қабырғасының ұзындығы бізде 6 түбір асты 3-ке тең. Сонда 6 түбір асты 3-дің квадраты көбейту түбір асты 3 бөлінген 4. Бізде 6 түбір асты 3-дің квадраты 36, көбейту 6-ның квадраты 36 болады, ал түбір асты 3-дің квадраты 3 болады, көбейту түбір асты 3 бөлінген 4. Мына жерде 4 пен 36-ны қысқартатын болсақ, 1 қалады, 9 қалады, яғни 9 мен 3-ті көбейтеміз, сонда 27 түбір асты 3 шығады екен. Яғни жауабы авысы үшбұрышының ауданы бізде 27 түбір асты 3-ке тең болады екен. Осымен үшінші есеп аяқталды.